балам жылқыға қатысты ат үстінде жамбы спорт түрлері көп. Соның бірі ат үстінде жамбы жамбы дейді ана мешендер ғой. Соны ат үстінде жүгіріп кетіп жататын. Бұл адамның мергендігін, ептілігін жаңағы неге шыңдайтын спорт түрі. Соны қазір мен саған ат үстінде қалай ату керек екенін көрсетейін балам. Мен саған садақтың құрылысымен таныстырып жіберейін, қалай тартылу керек екенін. Мына садақтың оғын салып қоятын қоламдасы. Мына садақ деген болады. Садақ деген, мынау деген садақтың арнайы ағаштан, емен ағаштан жасалып, және мынау садақтың жібі адырна деп аталады. Және мына екі басын мүйізден жасайды. Сосын мына екі жағын қайыспен арнайы буып, бұны қазақтар аң аулағында, мына қазіргі заманда соғыс құралдар шыққанша қару ретінде пайдаланған. Енді қазір саған осыны қалай адамдар қалай қолданатынын көрсетіп жіберем. Қара мұқият қарап ал. Мына адырнаның балам бірінші басын мына жібін. Қара, мына жерге келіп тұрады, бір көрсетейін саған. Мына адырна, мына садақтың адырнасын басына салады да, осыны тағу үшін мына аяқтың мына жеріне салады. Қара. Бұл арнайы біздің Қазақстанда жасалған. Содан былай айналып алып келіп, мына басының ұшына тағады. Көмек жібересіз балам. Кел, мына ана жағын тағады. Бak ya. Ой, молодец. Енді балам ол әдемі садақ шықты, көрдің бе? Ол садақты қор көзін бүйтіп тартып басып жіберуге болмайды. Баяғыда қару кезінде қолданғанда оғын алып, ат үстінде Әкем ол, несін жазылған? Мына сандар, бұл ұпай санын белгілеу үшін. Мына 5-6 санында тегістен 6 ұпай, 8 санында 8 ұпай, мына ортасындағы қараға 10 ұпайға тегістен, бәрінен бір қаласы. 10 ұпай деген ең жоғары ұпай болады. Осыған Ана, зетке деді ойынды. Иә, елге 10-ға тегістен, бәрінен де көп ұпай жинайсың. Бірінші ойын аласың. Сол үшін көрсетіп сандар сол үшін белгілеу. Енді қазір екеуміз атып үйренейік. Кел, сен соны ана